туған атаң нұрланға мың сәлем салы, қазағымның бір туар азамат ауа, туған атаң нұрланға да бір сәлем. Атаның ішіндегі жақсысы ғой, жиылғаны көп ағайын асысы ғой, қазіргіден нұрланміне айналайын. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университет қауіпсіздік қызметінің басшысы, ненің басшысы? Сосой, сәлем Сосой. Жақсының жақсылығын айта аламын, ақындықпен қызыл тіл шайқағаным, кішкентайының банкінен былай тұршы нұрланның не салғанын байқамай. Көңілім халқым маған толар мекен, ақша сұрап бағзатта сорар мекен. Банкімді алғатамай қойыңыздар, шамалы көріп тұрума бола мекен. Жақсының қатарына ердің бадим, бет ашуға Түркістаннан келдім бадим. Жаным, міне Нұрлан ағам беріп кетті, не салғанын сен жүгірмей көрме. Қуанышын Нұрланның халық көрді, банкіге қайта барып келді. Нұрекеңе бір шапалақ ұрайықшы, банкіден көріп бөлек құлағыма салып берді. Сөзімнің мағынасын ұқтырушы ек, мен десе халқым шығын түріктірушы ек. Нұреке шалбардың қалтасына салып кетсе, әйелдердің төсіне қыстырушы ек. Қайдан келген мені де көсем дейді, елден бүгін баталы бұл өсем дейді. Нұрекең 10 мың теңге қалтаға беріп, есіздің ба ішінен шешен кемші. Сырын бүгін Эльмирада жасырама, жиғаны Эльмираның шашылама. Саңғылдың қызына бір қошемет, ақсұт беріп Ерланды асыраған. Нұрекең банкіге қалтаға беріп жатыр, ал Эльмира одан міне асырама. Жақсының жақсылығын айтайықшы, Эльмираға қызыл тілді шайқайықшы. Шапалақ тұрып жатсақ Эльмираға, Эльмираның қол ашықтығын байқайықшы. Қошеметтеп қол соғып Эльмираға бір сәлем. Бұндай тойды әңгіме басқа керек, Эльмираның көрімдігі асса керек. Эльмира жан кәмпит шашым неғып жүрсін, кәмпит емес маған ақша керек. Шапалақ қошеметтеп қол соғып туған енең Эльмираға бір сәлем. Айтар менің әңгімем көп ау деймін, қарны шүкір Эльмираның тоқ ау деймін. Кәмпит шашып теріс қарап кетіп қалды, Эльмираның артық ақша жоқ ау деймін деп отқан ғой. Әзіл сөз көмейімнен кетпеді ғой, үнемдеп енең ақша еппеді ғой. Бетін ашпай қоя тұрса Эльмира жан, сеніңді Нұрланға жетпеді ғой. Құшақ жая Эльмирада құлап жүр ғой, келін болып осы әулетке ұнап жүр ғой. Артық ақша Эльмира ұстамайма, Нұрланнан қарызға ақша сұрады ғой. Жақсыға жақсы бүгін тірелмек дейді, көрімді көптен бүгін күрелмек дейді. Енді міне Нұрекең жібіді-ау деймін, берменген маған қарап жүгірмек дейді. Шабыдым енді менің шабайын деп, бағымдыр ғой осындайда жанайын деп. Нұрланда тошқымды тауып алды, қалтама салып жатыр аузымды жабайын деп. Өмірдің әрқайсының айласы көп, біреудің зәуліміне сарайы бар шайласы көп. Қалтама салғаның дұрыс болды, білесіз бұл банкінің пайдасы жоқ. Қан бүгін терлеп беді, құрып талай нәрселер өрнектерді. Қариялар біреуі қимылдамай, пенсиясын әліміне бермеп бет. Сосой, сәлем. Сәлем Сосой. Жиғаныңды тойға міне шашып көр дейді. Шаман келсе артықтан асып көр дейді. Артықтай атасына бір қошемет, крупный артық атан кәсіпкер дейді. Алланы күнәмізді Алла қой кешірер дейм, проблемаң артықпен шешілер дейм. Артық үшін бір шапалақ ұрайықшы, өлтіріп бау-бақшаны өсірер дейм. Ағып жатқан қалайша өзен емес, жақсылықты жүретін сезеді елес. Ардегең тошын ортаға шықпайды ғой, өйткені қазір бау-бақшаның сезон емес қой. Қайда айтсам саздарымайма, дейді бірі сөзге мені жарымайма. Жаны мінім мына бетін аша берсем, мына жүгірмек онша әріп танбайма аша берсем шамы. Әжелердің ішінде құру тойы, Жайсандай апамды бір мақта депті. Осы үйдің Жайсан апам жақыны дейді, әр ауылдың болатын ақыны дейді. Жайсанды қай жағынан мақтайын десе, Жайсан апам геройдың қатыны деймі? Жаным апа бесін берге берген шығар, орамал көрімдік қып бересі көйлеп атқан бұл просто. Жайсан апа, күлімдеген бетімізде арма еді, той болып жатыр Аллам жарма еді. Апамның қол көтерсе жаман қой дейм, апамның шалы міне бармеді. Құшақ жая қонағын күтіп қойған, тірлігін тыңғылықты бітіп қойған.
апама тиісуде апасын геройдай атамызды жұтып қойған ау сөзімнің мағынасын ұғып кетті терімді мұрныма кеп тығып кетті чото мынау сүлігің сенің дымқылдау ғой мынадан бір палау иісі шығып кетті ақынды сөз өнермен тулаған ба әзілім ел жұрт күліп шулаған ба сүлгіде тұрған ештеңе жоқ ау деймін қолымен палау жеп жумаған ба қошеметтеп құрметтеп жасайықшы ал енді сейітханнан асаба бір көрімдік алады ғой жаманды жақсыны да күн демейді еңбекті де қызметтен түн демейді сейітханды мақтап жатсам шықпайды ғой қай жақта отырып айналайын үндемейді жақсының жақсылығын айта аламын біреулерді екі мәрте қайталадым сейітхан жоқ шымкентте деп жатыр ғой наз жүгірмек сап кетсе байқамай жақсылыққа бауырлар жеткен жоқ па бауыры салып не кеткен жоқ па айналайын сәкеңе рахмет адал не еңбегін еткен жоқ па чото қолды қалтама тығып алдың он мыңын қайтып алып кеткен жоқ па Божбан Рудың президенті, белгілі кәсіпкер, жазушылар қоғамының мүшесі, ерен еңбекшін медалының иегері, шапалақ қошеметтеп Бауыржан Оңғарбаев ағамызға бір сәлем әлейкум. Талай тойды Баукеңде тойлап түрет, әзіл айтып асабам ойнап түрет. Мақтағаным дұрыс болды, 10 мың салды, мақтамасам 5-іңді берем деп ойлап түреді. Шапалақ қошеметтеп қолсығай. Ал жалындаған жүректе от дейді ғой. Баукеңнің қарны шүкір тоқ дейді ғой. Мен негізі білмейді екем арт жағында Бауыржанның ақшасы көп дейді ғой. Мақтау сөзге оны да әлейікші, Баукаға аман болып жүрейікші. Айналайын Бауыржандай ағалардың мақтап біз қадірін білейікші. Шапалақ тұрып Баукеңе де бір сәлемді айналайын иейікші. Әзіл айтып қалайша асаба ел күлдірмейді. Мақтау сөзге қалайша бір Баукеңді ілдірмейді. Ақшасы көп мақтадым айналайын, ақшасын бар екен білдірмейді. Оны бір сәлем салса сай. Ау жұмыстың демалыстой үзігі бар. Қуантып бүгін елмен халық жатыр. Баукеңде талай елге президент болып басшы болып барып жатыр. Шапалақ тұрайықшы Баукең жанынан қалтадан тағы бір 10 мың алып жатыр. Сәлеміңді Баукеңе арна дейді, жақсылығын ағайын дос шалға дейді. Баукең 10 мың қалтадан суырса егер әшкейлі көгін Баукаға салма дейме не дейді. Сөзімді Баукеңнің нелеп қой дейм, қарияға өткен өмір дерек қой дейм. Берсең сұңғылдатпай бере берсей, мен қызықпай мақшаға просто керек қой дейм де просто. Жаман жерде бұл Баукеңді жортпадау, жетпегенім тағоңныңмен толықтадау. Чото Баукең қосын қылап мақта дейді, жөндеп мақтай амай жатсын деп боқтадау деймді бір сәлем сасай. Мейлі мені сізден де отылайын, бұйырып дәм түзінен жұтынайын. Баукаңа 5 мәрте сәлем салшы, сонменен рашөт құтылайын. Сәлем сал 5 мәрте, 1 Баукеңе, 2 Баукеңе, 3 Баукеңе сәлем. Бауыржан Оңғарбаев ағамызға шапалақ қошеметтен қосыңа. Құтылдың ба бәке? Рахмет Болатты мақтап едім, Болат аға дегеніне сіз бар еді. Бесекең ба қошеметтен қосыңа, Бесекеңе шапалақ құрметтен керек. Тірлігіңді тыңғылықты тындыр дейді, Бесекеңге тоқталып ойын бір дейді. Бауыржанды Бесекеңді көре алмайдыр, айналдырып Бесекеңді сындыр дейді. Күлім деген бетіңізде арма еді, той болып жатыр Алла жарма еді. Баукаға Бесекеңге қадалдыңыз, ала алмай жүрген бір деңгеңіз бар ма еді? Бір сәлем сал қошеметтен сасай. Сөзімді Бесеке бір елеп қой дейм, өткен өмір әркімге дерек қой дейм. Ол кісі де 20 мың беріп кетті, сол 10 мыңды қайтару керек қой дейм, ана кісі бересіңіз. Шапалақ қошеметтен қолсыға кішкенеке. Айтамыз өлең сөзбен келсеміз, ән айтамыз жыр шумақпен берісеміз. Қайта қалтаға қол салынды ғой, шамалы жөндеп ұсташ бөлсеміз, настроеніңіз ма? Достар топталып кеп кетіп жатыр, қарап тұр, сап жатыр ма, ап жатыр ма, қарап тұршы неға? Жиғаныңды тойға қазақ шашып қойшы, көңілім бар қуаныштан тасып қойшы. Құмырам чоты менің толық қапты, бір қолымен жақсылап басып қойшы.
есіме біраз нәрсе түсіп кетеді, біреу қарап көзімде қысып кетеді, жөндеп қайда тығып қойса, біреу келсе қолыммен болмаса жермен үшіп кетеді. Жақсылыққа бауырлар жеткен жоқ па, інімде парақ ұстап адал еңбек еткен жоқ па? Тық десем до конца тығып алдым, жеңіңе қыстырылып кеткен жоқ па? Көрші ескеде біраз нәрсе түскен ба дейм, той болып қазығарда қазанда піскен ба дейм, жаным інім дірдір етпей жөндеп ұсташы, мына жүгермек түнімен ішкен ба дейм, дірдемесе жүріп отырсың ба? Шешен тілім той десе сарнайды ғой, жақсылықты достар бүгін жалғайды ғой, дегенмен парағыңды жақын ұсташ, көзімде болғанмен дәлмейді алмайды ғой. Алмас досына аңсат Бабаш, Шәміл, Бақа, Досай, Тәукен, Нұржан, Олжас, Нұрсұлтан, Нұрхан, Нұрбол, Белес, Жанбіл, және де Бекжан, Елбек, Дастан, Бақтияр, Әли, Айболат, Ырыс, Шәміл, Наурыз, Айтеке, Нұргелді, Рабил, Талғат, Алау, Елек, Мәрт, Пелен, Денис, Бану, Дану барды бір селем. Жабы достар үшін шапалақ үкіметник ағайынған екен. Жиылар жақсылықтың елесі дейді, жігіттің бар сәбиттей төресі дейді. Сәбитті мақта дейді, молда екен кеп, Сәбит міне Нұртас міне автовокзалдың егесі дейді. Қалтасында бар ғой ақша тиын қой дейм, болатын жақсы тоймен жиын қой дейм. Сәбитке арнайы сәлем салшы, автовокзал егесі шығуы да қиын қой дейм. Шешен тілім бүгін тойда сарнайсың ба, қайда келін сәлем арнайсың ба? Жұрттың алды ек қайтара берген кезде сен жүгірмек бірдеңе салмайсың ба, сасай? Қашан? Жақсының жақсылығын айталамын, көрдің ғой екі мәрте біреулерді қайталадым. Салдыз ба десе маған салдым дейді, Сәбит ағадан салған көрді ғой, байқамадым. Еңбектен оқтау ұстап терлейсің ба, жеңшеңнен бір рахат көрмейсің ба? Оқтаушы қайныңызға мың сәлем сал, сен жүгірмек бірдеңе бермейсің бе? Атың кім? Әкежанға бір сәлем қошеметте қол соғайық. Жеңше деп оқтауменен ұнасайшы, жеңше деп құшақ жая құласайшы. Әкежан бермен қарасайшы міне, жоқ болса мамаңнан сұрасайшы бар. Ал әуелеп жалпы Шымкент облысында жүрген божбанның бәріне бір сәлем шырағым айналайын. Бүкіл қазақстандық божбандарға бір сәлем шырағым. Дүние жүзінде шетелде де божбандар бар, оларға да бір сәлем. Сасай! Екшеттерден жалға оқуын ба, көтеріп қоғын міне. Дүние жүзінде жүрген божбандарға бір сәлем шырағым. Елбасы президентімізге бір сәлем, облыс әкім, қала әкім, ауыл әкім, кварткомдарға бір сәлем. Сасай! Ханым оттан түспей қайнасын, шешен тілдер біз секілді сайрасын. Дәл осы жерде үйленіп атқан Ерлан бажам қайдасың? Ерлан айналайын, бер жақында шырағым. Шапалағыр қошеметтеп қол соғайық Ерланға, айналайын. Ерлан айналайын, музыка рахмет. Ерланжан, пейіліңде ешқашанда қыспадың, қызды көрдің талай жерде тұстадың. Тыныш жүрген Ерлан ең, шаншылдан ям ұстадың шырағым, беркел. Ерлан қайда? Ерлан, ападала душқа шыға бер, Ерлан. Бір жерге тығылып қалдың, өзің қоразына кіріп кетпен Ерлан. Ерлан айнала шапалар қошеметтік, қошемет керек Ерланға. Бүгін мынау толқу үстінде Ерлан, әрине қорқу үстінде. Оңай нәрсе емес айналайын. Менің бажам, мен де сол ұлы жүзден сүйіп кеткем шырағым. Айттым ғой басында аппақ едім, қазір күйіп кеткем деп, бергет. Айналайын Ерлан. Биыл қаншадасың Ерлан? 24. Мен де 23-інде кеткем шырағым. Мен де 23-інде үйленгенде туры сен сияқты жыртиып күле беретін боп қалғам. Кейіннен әйелім өзімді жинады. Жалғыз менің әйелім ба десем, Ерлан жұрттың бәрін әйел сонда екен, езуіңді әйел жинайды, отағасы деп сыйлайды, алыс кетсе сағындырады, әлемде қатын жеңген еркек болмаған Ерлан, сені де осы шаншылдың қызы бағындырады, білесің ба? Иә дейді ғой, ойналайын. Білмесең сұрады, апаларым бар бағындырғандар, ішінде жоқ жүргендер бар, аталарым бүтіндей жетіп жүргендер отыр, құда қаласа. Демалысқа жіберген. Неменесін күлеміз? Әйелдің қадырын 40-50-ден асқан соң білеміз. 50-ден асқан соң солардың айтқан тыңдап жүреміз. Абыройды сол әйелмен жиып жүреміз. 70-ке жеткенде соларды кемпірім деп сүйіп жүреміз. Одан кейін арғырай дымымыз қалмайды, солардың берген гамажын киіп жүреміз. Қайғы барамыз, құда қаласам неге? Ойдақсың ба? Жоқ дедім ғой. Çoğda birdenге білдіріп қойғыла деймді. Абылай қаны? Абылайға бер дейді. Абылай қайда? Абылай шама үйленетінде ұстасын ба? Абылай қайда? Абылай айналайын, беркел. Абылай бойдақсың ба сен? Абылай бойдақсың ба? Жүрсіңді қарасам çoğда бірдеңе білдіріп қойған адам сәксің ба? Қанша рет ұстадың оқтауды негізі? Оқтау ұстап пен? Қанша рет ұстадың? Бірінші рет, екінші рет тағы ұстап қой. Құда қаласын жоқ ұстап алады. Бұны ұстадың әрекет істем ақыма, әркімдігін ұстап жүре бермейм ақыма.
Оқтаудың басында ақ тиын саған деген бақ тиын жарат жерме үйіңе апарып сақта кәйт сақтайтын білесің ғой, үйіңе барасың, орта кесеге қайнаған суға толтырып саласың, күнік астында ерте аш қарынға екі чайын қылыш кішіп тұрмақ ма? Қашан таусылып сөзі үйленесің. Асығып үйленетін болып суды сібір жіберіп тиынға тиіліп өліп қалма, Құдай сақтасын неге. Елдің мазағын, қатынның азабын көрмек шығар. Далаға шық, далаға тез де шық, тез де шық. Енді Ерланы маңайына жолама, Ерланы үш ай шықпайды үйден болды.